Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зе Құлымбет трейдер арнасы. Егер бұл арнаға әлі тіркелмеген болсаңыздар, от души тіркеліп отырыңыздар, видеоға лайк, подписка басып отырыңыздар. Достар, бүгінгі біздің видеомызда біз алдыңғы видеода көрсеткен The Box стратегиясын қолданатын боламыз. Сол себепті осы видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Осы видеоға лайк, подписка басып ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сонымен достар, сіздерге мен өзімнің сигнал іздеуімді тез көрсетіп өтетін боламыз. Себебі мен бір сигналды іздеп отыру үшін 5, 10, 15, 20, 30 минут кейде мүлдем сигнал таппайтын кездерім болады. Сол себепті бұндай ситуация болмас үшін мен тез жылжытамын. Сол себепті ол жаңа түсінесіз деген ойдамын. Сонымен достар, біз сигнал іздеуді бастаймыз. Міне көріп отырсаңыздар, мен яқтан бір сигнал тапқан секілдімін. Біздің ойдағыдай болып тұр. Коробканың іші, төменгі жақтан выстрел, үстіңгі жаққа выстрел. Мына жақтан бізде уровень бойынша келу керек, жоспар бойынша. Енді бұл әрине біздің ойдағыдай болса, біз кіреміз. Егер біздің ойдағыдай болмаса, бұл сигналға біз кірмейміз. Соң достар, мен қазір сделкаға кірейін деп жатырмын. $1 дайындап қойдым. Қазір біз төмен қарай сделка ашамыз. Егер бұл төмен қарай ашқаннан кейін тағы жоғары шығатын болса, менде страховка $2 мен тағы кіретін боламын жоғары жақтан. Сонымен достар, біздің сделкамыздың аяқталуына бірінші секунд қалды. Бұл біздің сигналымыз, кірген входымыз минус болады. Себебі бұл жерде біз кішкене ерте кірген секілдіміз. Мен қазір тағы да күтетін боламын. Міне біздің сделкамыз минус. Мен қазір тағы күтіп $2 төмен қарай тағы кіретін боламын. Сонымен достар, міне біздің уровеньге келді. Мен төмен қарай сделка аштым 5 минутқа. Енді тағы күтетін боламыз $2. Бұлай қарайтын болсақ, мен осы соңғы сделкам дұрыс кіріп жатырмын. Себебі міне уровень сыздым, уровеньге келді. Кірдім. Бағанағы сделка мен уровеньге келмей жатып кіріп қойдым. Олай кіру себебінің бірі, бұл бір фома дейді ғой. Как будто сен қазір кірмей қалсан, үлгермей қаласың деген секілді бір ой туындайды. Сол себепті кейде менде сондай ситуация болады, что тезірек кіру керек деген секілді. Бірақ өзіңіз көріп отырсыздар, әрқашан уровеньге келген кезде ғана кіру керек. Бұл айтқанда жетпей қалса кірмейсіздер, жетсе кіресіздер. Бар құпиясы осы ғана. Міне біздің сделкамыздың аяқталуына бірінші секунд қалды. Бізде идеалды плюс болды. Көрдіңіздер, уровеньнен кірдім, идеалды плюс. Сол себепті бұл стратегияда ең дұрысы асықпай кірген дұрыс. Міне сіздерге сызып көрсеттім. Бізде міне осындай бокс болды. Төменгі жақтан бізде выстрел болды. Және үстіңгі жаққа бізде осындай көлемде выстрел болды. Бұлай енді көзбен қарайтын болсақ, выстрел мен астыңғы выстрел мен үстіңгі выстрел бір-біріне ұқсас. Сол себепті осындай ситуация бізде көп болады. Егер әйін дұрыс тапсаңыздар. Сөйтіп бізде бірінші сделкамыз плюсқа шықты. Ал біз қазір екінші сигналды іздейтін боламыз. Сонымен достар, мен тағы бір сигналға қазір кіріп көрейін деп жатырмын. Мына жақта енді бұл қалай айтсам екен, бұл сигнал скорее всего боксқа жатпайды. Себебі бұл жай коррекциямен жоғары кетіп бара жатыр. Бірақ мен бұл сигналға енді тексеріп көргім келеді. Кіріп $1 мына жақтан бізде выстрел болып, жоғары жақта выстрел болып, мына уровеньге баратыр. Төмен қарай сигнал аштық, енді күтетін боламыз. Міне бізде сигналдың аяқталуына бірінші секунд қалды. Әзірше бізде бұл жақта енді опасный ситуация біріншіден. Себебі біз кірген сигналдың маңайында баға ары бері жүр. Бірақ өте опасны болса да біз плюсқа жаптық. Бұл сигнал достар енді мен ойымша қате. Себебі бұл скорее всего боксқа мүлдем жатпайды. Бұл жай коррекциямен жоғары кеткен сигнал, бірақ тексеріп кірдім $1 мен. Қуанышқа орай плюс жабылды. Міне бұл ситуацияға мен кірген себебім осындай, мен бокс көрдім. Астыңғы жақтан выстрел болды, үстіңгі жақтан выстрел болды. Алдымға сол жағымда қараған болсам, тоже уровень болды. Сол жақтан мен төмен қарай кірген болатынмын. Бірақ енді точно уровеньнің үстіне емес, сол жақтағы сәл асып барып құлады.
Бірақ бұл достар енді скорее всего мен ойымша бұл бокс емес, бұл жай коррекциямен кеткен жоғары сигнал. Бірақ сонда плюс болды. Соң достар, мен тағы бір сигнал таптым. Міне көріп отырсаңыздар, бізде астыдан жақсы көтерілді, коридорға кірді. Коридордан кіргеннен кейін жоғарыға шықты. Бірақ бұл жерде скорее всего Z box та емес шығар, себебі бізде астыңғы көтерілгенмен үстіңгі көтерілу кішкене айырмашылық бар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірақ сонда да кіріп көрейін деп шештім. Себебі сол жақта жақсы тоже уровень бар екен. Сол жақта мен төмен қарай $1 қазір төмен қарай кіріп көретін боламын. Егер сделкамыз кірмесе, онда скорее всего жоғарғы тағы күтіп, жоғары шыққан тағы күтіп, төмен қарай $2 кіретін боламыз страховкамен. В общем, достар, осы жақта мен сигналға кірдім, енді күтетін боламыз. Баға өте қатты міне құлап келе жатыр. Біз ойлағандай әзірше барлығы жақсы. Бұл сигнал бізде плюсқа жабылды. Сонымен достар, бізде 3 сделкамыз Z-Box пен плюс жабылды. Әрине соңғы сделкамыз өте сомнительный, оны Z-Box айтуға келмейді, бірақ сонда да біздің 3 сделкамыз плюс болды. Бұлай статистика жаман емес, барлығы нормально. Алдағы уақытта бұл Z-Box стратегиясын ары қарай дамытатын боламын. Может, кейбір жерлерде кірмеген дұрыс, кейбір жерде кірген дұрыс деген секілді. Қысқаша достар, осылай. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, әрине қолдап, комментарийға өздеріңіз ойларыңызды жазып өтіңіздер. Қазір менде күн сайын видео түсіруге уақытым болмай жатыр. Ол жағынан сіздер түсінушілікпен қарайсыз деген ойдамын. Және де менің Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен достар, егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, онда осы видеоға лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Комментарийға өздеріңіз ой пікірлеріңізді жазуды тоже ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Зе Қылымбек трейдер арнасы. Барлығымызға чики-пау. Lay down and I play dead and I stay dead, baby.